Армысыздар, көңіл күйлеріңіз жаз күніндей ашық, шілденің жауындай жылы болсын. Ал Асарқау сіздерге азық-түлік саласындағы ең маңызды әрі пайдалы ақпараттарды жеткізуге тырысады. Сонымен бүгін көретіндеріңіз. Субсидия алудың сыры. Шетке сататын қой етіне қандай талап бар? Қазагроқаржы, жаңа техника, жаңа ауыл шаруашылығының кепілі. Таңқурай табысты жидек. Мемлекет қызылшашыларға тәтті өмір уәде етуде. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагроқаржы ұлттық компаниясы. Фермер өркендесе ел гүлденеді. Агроөнеркәсіп қашанда тәуекелі тым жоғары сала болып саналады. Сол себепті үкімет тарапынан фермерлерге субсидия түрінде қолдау көрсетіледі. Алайда биылдан бастап субсидия жүйесіне бір қатар өзгерістер енді. Және бұл өзгерістер көптеген фермердің көкейінде көкейкесті сұрақ туындатып отыр. Әріптесім Дархан Кәрім бұл бағыттағы жаңалықтар жайлы ең өкілетті мамандардан жауап алған еді. Ауыл шаруашылығына берілетін субсидияның көлемі қысқарған жоқ, тек берілу жолымен түрі өзгертілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі осылай дейді. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап тиімді жұмыс істейтін серіктестікке ғана қолдау көрсетілетін болды. Яғни агросекторға берілетін субсидияның 65 түрі қайта қаралып, оның тек тиімді 54 ғана қалдырылды. 2017 жылдың наурыз айынан бастап тиімсіз деп танылған 11 субсидияны қысқарттық, 54 қалды. 40 субсидияны қайта қарастырдық. Енді олар бұрынғыдай емес, тиімді жұмыс дейді. Субсидияларды қысқартудың нәтижесінде салаға бөлінетін қаржы көлемі 25 миллиард теңгеге азайған. Бұған қоса гектарға берілетін субсидия бірінші кезекте тізімнен алынған. Субсидияның бұл түрі күріш, мақта, қант қызылшасы, жүгері мен көпжылдық өсімдіктерге, яғни мемлекет тарапынан басымдық берілген дақылдарға ғана үлестірілетін болды. Мұны ғалымдар да қолдап отыр. Алқап емес, өнім көлеміне, әрі ол өнім шетел аспай, ішкі нарықта қалса ғана берілетіні ақылға қонымды дейді. Субсидияға Қазақстан бойынша былтырлары 20 миллиардтың төңірегінде бөлініп жүрді, бұрынғы жерде 20 миллиард 30 миллиард төңірегінде. Енді сол көлемді қалдыр, азайған жоқ ол принципе. Бірақ мына енді кішкене оны системаға келтіру керек болды. Өйткені әр адамның шаруашылық еккеніне бере-беруіңіз дұрыс емес. Мысалы, сіз бидай егесіз, бидайдан сіз аласыз 5-ақ центнер. Мен бидай егем, мен 30 центтен аламын. Ал неге сізге өндіргеніңізге 5 центнерге сіз алуыңыз керек? Аграрлық саламен айналысатын ғалым Сейіткәрім Қалтаев субсидияның нормативін өзгерту туралы мәселенің 10 жыл бұрын көтерілген айтады. Бұл бүкіл әлемде бар тәжірибе. Бұрын тұқым сатып алған фермерге субсидия төленсе, енді селекциялық жұмыспен айналысатын тұқым шығарушыларға өтемақы беріледі. Себебі бұрын шаруа тұқымды бір жыл егіп, екінші жылы оны әрі қарай жетілдірудің орнына сатып жіберетін. Міне сондықтан да осы жүйе дұрыс. Тек мұның өзін қатаң қадағалау керек дейді маман. Оригинатордан 200 килограмм тұқым алады. Сөйтеді мен 50 тұқым өндірдім деп 50 тонна сатады. Сонда қайдан шыққан ол 50 тонна? Оны контроль жасап ешкім жоқ болды. Түсініңіз ба? То есть, мына былайша айтқанда, ел сенқоздар кейбір шаруашылықтарды алдады деуге болады. Өйткені добросовестный шаруашылық бар, не добросовестный шаруашылықтар бар. Айтпақшы, бұдан былай сорт ел аумағында ресми түрде тіркелсе, мемлекет шығынның 70% өтеп береді. Бұл құптарлық жайт, себебі түсімнің 40% тұқымға байланысты. Демек енді фермерлер заман талабына сәйкес егін егіп мал бағады, ал мұның ауыл шаруашылығы тауарын сапалы түрде өндіруге ықпал жасайтыны анық. Жақын уақытта қой етінің экспорты күрт өсуі мүмкін. Қазақ даласында жайылған қойды парсы шығанағы елдерінен бөлек, Қытай, Иран секілді елдер экологиялық тазалығы үшін сатып алғысы келеді. Дегенмен отандық қой етіне қойылатын талаптар мен шектеулер де жоқ емес. Бұл талаптарды орындау қаншалықты қолдан келеріс екенін және оның тиімді болар болмасын жіліктеген тілшімізге сөз кезегін берем.
Еліміз 2015 жылы 100 тонна қой етін экспорттаса, былтыр оның көлемін 191 тоннаға ұлғайтқан. Ауыл шаруашылығы министрлігінің жоспары бойынша 2021 жылы бұл көрсеткіш 10 мың данаға артуы тиіс екен. Қазір қой өсірушілер палатасының мамандары осы мақсат үшін фермерлермен бірге отырып, бірнеше бағытта жұмыс істеп жатыр. Оның бірі шағын қожалықтарды кооперативтерге біріктіру болса, екіншісі мал басын бірдейлендіру. Еділбайдың қошқарын әкеп жібереді, биылғы жылы қозын алады. Сосын кейін күзде түскен қозының барлығын сорттайды да, Еділбайға ұқсайтынын қалдырып, қалғанын барлығын етке жібереді. 4-ші буында оның бәрі бір келкі Еділбай болып шығады да. Бір келкі Еділбай болып шыққан кезде бұл атардың рентабельдігі 25%-ға көтеріледі. Яғни асыл тұқымды 3 қой әртүрлі тұқыммен будандасып, тұқымы азған қазіргі 4 қойдың өнімін береді. Бірдейлендірудің тағы бір пайдасы экспортқа шығаратын малдың салмағын белгілі бір өлшем бойынша жүйелеуге септігін тигізеді. Алайда импортер елдердің талабы тек салмаққа ғана қатысты емес. Шынын айтқанда, бүгінгі тұтынушылар қой етінің табиғи иісін қаламайды, әсіресе жастар жағы. Сол себептен қазір өткір иісті бәсеңдетуге деген бетбұрыс басталған. Иісті ет құрамындағы май күшейтеді. Әсіресе бұл Қазақстандағы құйрықты қой тұқымдарына тән нәрсе. Мұндай талаптың үдесінен шығуға болады ма? Қазіргі ғылыми жұмыстар қой етінің иісін бәсеңдетуге қабілетті ме? Қой өсірушілер палатасы бұл мәселені тікелей болмағанымен жанама түрде шешуге болады деп есептейді. Елдің барлығының қашатыны майдан қашады. Майдан неге қашады? Май холестерин. Майдан қашу үшін, жаңағыдай иістен қашу үшін қозының етін сату керек. Қазіргі кезде сұраныстағы ең мәселе ягнятина дейді, қозының еті. Дегенмен шетелдіктер жас малдың етіне көз жұма қарайды деген ой тумауы керек. Өткен жылы Қазақстаннан ет экспорттаған Иран қойдың ұшасын 20 келеден асырмау жөнінде талап қойған болатын. Мұндай талаптың қоз етіне де қатысы бар. Стандарт бойынша бірінші категориямен оларға шетелге шығару үшін 11-13 килограмм болу керек. Екінші стандарт бойынша ол болады 14 пен 17 килограмм. Мысалы, Иран мен Араб Эмираты олар мысалы 18 килограммнан жоғары етті алмайды. Ғалымдар қой етіне сұранысы бар елдерді маусымдық кезеңде импорттаушылар және ұдайы ет алушы мемлекеттер деп екі топқа бөледі. Алғашқы топқа Біріккен Араб Әмірлігі елдері кірсе, екінші қатарда Иран, Израиль, Ресей және Қытай мемлекеттері тұр. Мамандар осы екінші топ ет экспортына серпін береді деп есептейді. Біздің ойымызша 40 мың, 50 мың, 100 мың қойдан әрбір ауданды ұйымдастырамыз деген ол артықтау кішкене. 5 мың бастың төңірегінде 5 рет айналым жасайтындай біз есептеп көрдік. Сонда 25 мың бір бордақылау алаңы жұмыс жасайды. Күніне 200 бас қоятын жағы қой сою пунктін жасау керек. 200 бастан сойса, 30 күнде 600 қой сояды. Қазір осы жоба егжей-тегжейлі зерттеліп жатыр. Алдағы уақытта біртіндеп қолданысқа ене бастауы тиіс. Ал Қазақстандағы қой саны 18 миллионға жетіпті. Алайда оның 15% ғана асыл тұқымды. Демек, қой еті экспортын дамыту үшін әлі қыруар жұмыс бар. Аграрлық саладағы ірі шаруашылықтардан бастап шағын шаруа қожалығына дейін бұл саладағы тәуекелдерден айналып өте алмайды. Көштен қалмау үшін техника мен технологияны жаңалау қажет. Қаржы шығындарын оңтайландыруды шешу тиіс. Бұл орайда мемлекеттік Қазагроқаржы компаниясы фермерлер мен отандық агроөндіріс үшін сенімді инвестициялық әріптес болып тұр. Шығыс Қазақстан облысындағы Виситаев шаруа қожалығының басшысы жаңа техникаларын мақтанышпен көрсетуде. 17 жыл ішінде фермер бір нәрсені жақсы түсінген. Техникаға үнемдеуге болмайды. Мәселен, мынандай жаңа трактордың біреуі ескі 3К700-дің жұмысын атқарады. Бірақ бағасы да қымбат. Мемлекеттік институттың қолдауынсыз мұндай техниканы егіс басынан көру қиын болар еді дейді фермер. 2 жыл бұрын шетелдік трактор немесе комбайн 40 миллион теңге тұратын. Қазір мұндай техниканың жақсысы 150 миллион теңгеге дейін барады. Тіпті қарапайым Беларусь тракторларының өзі біз үшін қымбатқа түседі. Кем дегенде 6 миллион теңге тұрады. Қолма-қол ақшаға ала алмайсың. Сол себепті Қазагроқаржы секілді лизинг компаниясының шарттары бізге қарайласып тұр. Шаруашылық Қазагроқаржымен ұзақ жылдан бері әріптес болып келеді. Уақытында несиесін жабатын фермерге ұлттық компания жаңа қымбат техниканы мейлінше аз артық төлеммен
тиімді шартпен берген. Веститаев шаруа қожалығы Қазагроқаржымен 2008 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы уақыт ішінде біз шаруашылыққа жалпы сомасы 500 миллион теңге болатын 48 техниканы лизингке алып бердік. 14% үстемақының 7%-ын мемлекет өз мойнына алады. Оның сыртында 25% көлемінде инвестициялық субсидиялар берілді. Здесь добавлять навеску, сколько на опускание. Механизатор Виктор Артамонов жаңа техникаға дән риза. Былтыр Қазагроқаржының көмегімен алынған техниканың құны 150 миллион теңге. Барлық жағдай жасалған. Өнімділігі аса жоғары мұндай техникада істейтін адамды механизатор деуге де келмейді. Қазір ол өзін ауыл шаруашылығы техникасының операторымын деп таныстырады. Көктемде бізді техникамен жұмыс істеуге үйретті. Ескі трактордан мынандай кереметке отырғанда басында абдырап қалдық. Мұнда компьютерлер тұр, қаншама тетіктері бар. Бәрін түймені басып қана жұмыс істетесің. Керемет техника. Қазагроқаржының қолдауымен соңғы бірнеше жылда фермер техникасының тең жартысын жаңалап алыпты. Қаржылық жағдайың жақсы болса, борыш бойынша қарызың болмаса, жаңа несие алуға еш кедергі жоқ. Дегенмен Қазагроқаржы өкілдері шағын шаруашылықтарға да техника алуға мүмкіндік барын айтады. Шаруа қожалығының материалды техникалық базасы жері болып және кемінде 2 жыл ауыл шаруашылығында жұмыс істеуі тиіс. Шаруа қожалығының өткен жылдардағы қаржылық жағдайын сараптап, соның негізінде несие береміз. Жаңа техника ауыл шаруашылығындағы технологияға да түбегейлі өзгерістер әкелген. Ресурс үнемдейтін, өнімділікті күрт көтеретін технологияларды қолдануға мүмкіндік беріп отыр. Біз 3-4 жылдан бері жерді аудара жыртудан бас тарттық. Біздегі итальяндық қопсытқыш техника 45-50 сантиметрге дейін тереңдікте жерді аударған соң артынша бірден қопсытады. Жаз ортасында техника таулы алдағы науқанды күтіп қаңтарылып тұр. Күз туа олардың бірі егін жинауға, келесісі жер жыртып, күздік дақыл егуге кіріседі. Жаңа техниканың көмегімен шаруашылық күнбағыс, жүгері, бидай, рапс, сояның әрқайсынан кемінде 10%-ға дейін өнімділікті өсіре алған. Шаруашылық басшысы мұнымен тоқтап қалғысы жоқ. Халықаралық форумдардан тағы да жаңа трактор комбайндар көріп қайтыпты. Енді сенімді әріптесі Қазагроқаржының көмегімен заманауи озық техниканы сатып алмақ. Жаз жеміс жидегімен берекелі мезгіл. Әріптесім Құралай Әбенованың Талғар ауданындағы жидек өсіретін шаруашылыққа жолы түскен еді. Негізінен таңқурай өсіретін фермерден жидек түрлерін өсірудің қыр-сырын біліп қайтқан әріптесіме сөз кезегін беремін. Сәлем, Айгерім, мен Алматы маңындағы таңқурай бағына келдім. 6 гектар жерге 5 түрлі таңқурайдан 45 мың түп отырғызылған. Алайда биыл оның 16 мың түбінен ғана өнім алмақ. Алматы облысы еңбекші Қазақ ауданы Қайназар ауылында 2015 жылы құрылған шаруа қожалығы 7 гектар жерінің 90%-на таңқурай жидегін, ал қалған 10%-на таңқурай буданын, алхоры, қарақат, бүлдірген еккен. Алматы облысы бойынша дәл осы жеміс жидектерді өнеркәсіптік деңгейде өсіретін жалғыз қожалық. Біз жалпы осы кәсіпті бастар алдында Алматы қаласы және облыс бойынша мониторинг жүргіздік. Зерттеу барысында облыста таңқурай өсіретін үлкен плантациялардың жоқтығын байқадық. Сондықтан біз осы жидекті өсіріп, оны сатуға бел будық. Көшеттер таңқурай өсіру бойынша көшбасшы ел Польшадан және Италиядан әкелінген. Мұнда жидектің Палана, Полесье, Ляска, Глинтапл, Химбатоп сорттары әкелінген. Біз дәл осы сорттарды сатып аларда олардың пісіп жетілу уақытына қарадық. Олар әртүрлі, бірі өнім беруін тоқтатса, екіншісі піседі дегендей. Шілде айынан сонау қазан айына дейін біз 4 ай бойына өнім жинаймыз. Биылға ауа райының қолайсыздығынан жидектің пісіп жетілуі біраз тежелді. Дегенмен органикалық өсіру технологиясының тамшылатып суарудың және көшеттерді желден қорғау үшін мынандай әдіспен байлаудың арқасында биыл әр түптен 3 келіге дейін өнім алмақшы. Біздің технологиямыздың басты құпиясы біз табиғи таза қордамен ғана топырақты құнарландырамыз. Және суғару үшін арықты қолданбаймыз. Себебі арықтың суымен бірге түрлі тұқымдар, химиялық препараттардың қалдықтары келуі мүмкін.
Ешқандай химиялық препараттармен тыңайтылмаса да, шаруашылық иелері жыл сайын топырақ пен өнімде нитраттар мен түрлі химиялық қоспалардың жоқтығына көз жеткізу үшін зертханалық тексеруден өткізеді. Зертханалық тексеруден өткеннен кейін біз санитарлық эпидемиологиялық бақылаудан өтті деген қағаз аламыз. Тексеріс барысында біздің өнім барлық стандарт талаптарына сай екендігін дәлелдедік. Былтыр бірінші жылы 16 000 көшеттен алынған өнім тек 1000 килограмм болған. Енді биыл фермер 48 тонна өнім алмақшы. Өткізу жағында шешіп қойған. Дәл қазір Алматы облысымен және Алматы қаласы бойынша супермаркеттермен, базарлармен, кішігірім сауда орындарымен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Оған қоса көптеген сұраныстар бойынша интернет сайт ашып, сол жерде тапсырыстар қабылдап, жекелеп сатумен айналысамыз. Шаруа қожалығының ендігі мақсаты егіс алқабын кеңейту, жеміс-жидек бағы толық өнім беруге көшкенде өнімді өңдеу жағын ойластырмақшы. Қант импорттың үлесі басым тұрған азық-түлік түрі. Себебі тәтті шикізатты өсірушілер шығынын өтей алмай, бейнетінің кермек дәмін татқандықтан дақылдың алқабы күрт кеміп кетті. Биылдан бастап бұл жағдай өзгерді. Қант қызылшасын өсірушілерді мемлекет қалай қолдайтыны туралы әріптесім Мәриям Бейсен әңгімелейді. Алматы облысы Панфилов ауданындағы қамқорлық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1998 жылдан республика бойынша қант қызылшасының тұқымын өсірумен айналысады. Шаруашылық бүгінде 250 гектар жердің 15 гектарына элиталы қант қызылшасының тұқымын өсіреді. Қант қызылшасының тұқымын алу үшін кем дегенде 2-3 жыл уақыт пен ғылым ұштасуы керек. Неміс ғалымдары Жаркент жерінің табиғаты менен ауа райының ерекшелігін ескеріп, біздің шаруашылық таңдап, біздің шаруашылықта қант қызылшасының тұқымын алуды бастады. Нәтижесін сол 2-3 жылдың ішінде нәтижесін берді. Содан бері 15 жылдан бері қант қызылшасын өндірумен шұғылданып келе жатыр. Шаруашылық өндірген тұқымды үкіметтің қолдауымен Жамбыл Алматы облысының диқандары жеңілдетілген бағамен сатып алады. Биылғы көктемгі егіс жұмыстарын қаржыландыру барысында үкімет дәл осы қант қызылшасына басымдық берді. Үкіметтің қолдауының арқасында былтырдан бері қант қызылшасының тұқымын өндіретін шаруашылықтарға субсидия мөлшері биылғы жылы 3 есеге артты. Ол бізді қуантып отыр. Бұл үкіметтің қайта өңдейтін кәсіпорындарды жандандыру, оларды шикізатпен қамту, ішкі нарықта отандық өнімді ұлғайту саясатынан туындаған еді. Медициналық норма бойынша әр адам жылына 28 келі қант тұтыну керек. Сонда ішкі нарыққа 500 000 тонна қант қажет. Ғалымдардың пікірінше ішкі нарықтағы өнімнің 95% импорттық тауар. Елімізге қажетті қант қызылшасының жаңағы жалпы қажетті мөлшерінің 5-6% ғана өндіріп отырмыз қантын. Енді ол өте төмен деңгейдегі не ғой, көрсеткіш қой. Еуропалық елдерден, өзіміздің сенімді елдерінен, қала берді шет елдерден келіп түсіп жатыр. Әлем бойынша қант қызылшасынан қант өндіруден бірінші орында Ресей тұр. Өткен жылы бұл елде 6 миллион тонна қант өндірілді. Ресейлік ғалымдар Қазақстанның қант өндірісіндегі 1990 жылдарға дейінгі әлеуетін қалпына келтіру керек дейді. Қазақстанда 90 000 гектарға жететін егіс көлемі болды. Ал бүгінгі күні Қазақстанда 10 000 гектардың айналасында. Менің Қазақстанға келгендегі мақсатым жергілікті ғалымдармен бірге қант өндірісін жаңартуға үлес қосу. Қазақстан халқы өз елінде өндірілген қантты жеу керек. Биылғы жылы бұдан бөлек егер қант қызылшасын қабылдайтын орын 200 километрден артық қашықта орналасса, тасымалдау шығынының 40%-ына да субсидия қарастырылып отыр. Ал фермерлер биылғы жылы әр гектардан 50 центнерден өнім алуға үмітті. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагроқаржы ұлттық компаниясы. Фермер өркендесе, ел гүлденеді.
сіздер Асарқау бағдарламасын көрдіңіздер. Дастархандарыңыздан дәм үзілмесін деген тілекпен мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.